Сәлем құрметті көрермен, менің есімім Меруерт, және де мен алдыңғы жылы Италияның Сиена және Сапиенза және де Тренто деген университеттерінен шақырту алған болатынмын. Яғни мен магистратураға оқуға түстім. Осы сияқты мен сіздерге қалай тапсыруға болатындығы туралы видеода көрсеткім келеді. Егер сіздерге қызық болса, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Бүгін біз Италияның Рим қаласында орналасқан Сапиенза университетінің сайтына қалай документ тапсыру керек екендігін білетін боламыз. Ол үшін мен сіздерге осы сайтты сілтемеде қалдырамын. Соған тіркеліп, тура осы схема бойынша сіз де тапсыра аласыз. Ең алдымен осы сайтқа кіріп, осы жерде 3 негізгі пункт тұр. Осының біріншісіне Admission Requirements-ке кіресіз. Бұл жерде осы Programs in English, яғни ағылшын тіліндегі программалар деген жерге кіріп, бакалавр, магистратураға қандай мамандықтар бар екенін қарап шығасыз. Және де астыңғы жақтарында сол мамандықтар туралы негізгі ақпараттар және де қандай мамандық иелері бола аласыз, сонымен негізгі талаптары туралы жазылған. Яғни қанша балдық IELTS керек, GPA балы неше болу керек. Мысалы, мына жерде биохимия магистратурасында бізде жазылған. GPA балы 100-ден 78 болу керек, IELTS 5-тен жоғары. Деген сияқты басқа да мамандықтар туралы ақпараттарды осы сілтемеден көріп, қарап, анықтап алсаңыз болады. Содан кейін өзіңізге ұнаған мамандықты таңдағаннан кейін қайта артқа кетіп, осы жердегі 3-ші тұрған sapienza.com сайтына кіресіз. gomovein.com. Осы жерде сізге email және пароль теру керек болады. Бұл жерде сіз ең алғаш кіріп тұрсаңыз, регистр деген жерін басасыз. Сол жерге тіркелетін боласыз. Ал мен бұл сайтқа уже тіркеліп қойғанмын. Сол себепті қазір мен өзімнің логин мен паролімді теріп кіретін боламын. Сайтқа кіргеннен кейін сізге осындай парақша ашылады. Жалпы мен бұл жерде бұны application толтырып қойғанмын. Дегенмен де сіз осылай кіресіз. Қай жерін қалай толтыру керек екенін қазір көрсететін боламын. Ең алдымен осы жерде негізгі ақпарат жазылған. Бұл жерде оқысаңыз, бұл жерде 2 мамандыққа ғана, яғни 2 программаны таңдайсыз деп жазылған. Және де GPA балы барлығы сол мамандыққа лайықты болып тұру керек. Сонымен қатар негізгі документтер туралы ақпарат берілген. Осылай сіз Next деген жерін басасыз. Келесі бетте сізге Program Choice беті ашылады. Бұл жерде міндетті түрде Do you need a visa деген жерге yes деп басасыз, себебі қазақстандықтарға міндетті түрде виза қажет болады. Одан кейін Program Type дегенге бакалавр немесе магистратура біреуін таңдайсыз. Программаның ішінен біреуін таңдайсыз, мысалы биохимия. Одан кейін мына жерде міндетті түрде Қазақстан деп таңдайсыз, себебі сіздің ұлтыңызды сұрап тұр. Енді қазақ болсаңыз Қазақстан деген таңдайсыз. Сізде екінші азаматтық бар ма деп сұрап тұр. Бізде ешқандай азаматтық жоқ, сол себепті жоқ дейміз. Одан кейін қазір тұрып жатқан жеріңіз Қазақстан және де 2024 жыл виза дегенді басып Next дегенді басасыз. Келесі бетте мына жерде өзіңіз туралы негізгі ақпараттар, mail болса еркек, female әйел, аты жөніңіз, негізгі фамилия, last name, first name, аты жөніңіз, туған күніңіз, туған қалаңыз, туған мемлекетіңіз, және де паспорт ID card деген жерге загранпаспортыңызды жүктейтін боласыз. Және де загранпаспорттағы номерді жазасыз. Мына жерде emailіңізді міндетті түрде дұрыс жазыңыз, себебі соған хат келетін болады. Мына жердегі интервью онлайн болатын болса, қандай платформа мен ыңғайлы, соны таңдайсыз. Google Meet, Zoom, немесе Skype деген сияқты. Және де сол платформадағы логиніңізді жазатын боласыз. Сонымен қатар телефон номеріңіз, қазіргі таңда тұрып жатқан мекен жайыңыз, current address, current city ол қай қалада, Алматы. Содан кейін почта номері. Одан кейін мына жерде бізде елшілік қай жерде орналасқан? Бізде Қазақстанның елшілігі Нұр-Сұлтан қаласында, яғни Астана қаласында орналасқан. Сол себепті Нұр-Сұлтан дегенді таңдайсыз. Алматы деген бұл жерде жоқ. Сонымен қатар келесі бетіне көшесіз. Бұл жерде languages. Mother tongue дегеніміз сіздің ана тіліңіз. Одан кейін English level қай деңгейде білесіз. Минимум В2 деңгейі болу қажет.
сол себепті В2 деңгейі. Одан кейін өзіңіздің осы сертификатыңыз, IELTS сертификатыңызды жүктейтін боласыз. Келесі бетке сіздің secondary education, яғни мектеп біліміңіз туралы қай мектепте оқыдыңыз, сол мектептен алған аттестатыңызды жүктейсіз high school диплома деген жерге бағасымен бірге. Одан кейін итальяндық емес итальян диплома дегенді таңдайсыз, себебі біз Италияда оқымасаңыз. Одан кейін high school диплома GPA дегенге бізде Қазақстанда жалпы максимум 5 балдықпен есептелінеді, сол себепті 5 деп жазасыз. Сол 5-тен қанша балға сіз оқыдыңыз, 4 немесе 5, таза 5 болсаңыз 5 деп таңдайсыз. Яғни отличник болсаңыз 4-ке оқысаңыз 4 дегенді таңдайтын боласыз. Одан кейін қанша жыл оқыдыңыз дегенге 11 жыл таңдайсыз. Мүмкін 12 жыл болса 12 жылды таңдайсыз. Және де Италияда оқу үшін, яғни бакалаврға түсу үшін міндетті түрде 12 жылдық білім қажет. Сол себепті additional year дегенге бізде, мысалы, мен магистратураға тапсырып жатқандықтан university деп жазамын, себебі бакалаврды мен Қазақстанда университетте оқыдым. Сол сияқты өзіңіздің сол университеттегі транскриптіңізді жүктейсіз, немесе қосымша foundation оқысаңыз, соның да транскриптін жүктейсіз. Higher education бұл бізде университет туралы негізгі ақпараттар. Бұл жерде bachelor degree name original language, яғни қазақ тілінде жазылса қазақ тілінде, орыс тілінде жазылса орыс тілінде мамандығыңызды жазасыз, атын. Одан кейін сол мамандығыңыздың ағылшын тіліндегі атын жазасыз. Бұл бізде магистратураға тапсырып жатқандар үшін толтыратын жер. Қанша жыл оқыдыңыз? 4 жыл. Қай жерде оқыдыңыз? Қазақстанда. Сосын Қазақстан оқыған университетіңіздің атын жазып, осы жерден табасыз, осы жерде спискті шығады. Италиядық емес, итальян диплома деген басасыз тағы да. Италияда оқысаңыз, итальян диплом деген басасыз. Сіз тағы да өзіңіздің оқу жылыңызды аяқтадыңыз ба? Яғни бакалавр аяқталған ба? Жоқ болса жоқ, я болса yes. Қай жылы аяқтадыңыз? Мысалы, біздің жағдайда 2021 жылы аяқталған. Немесе өзіңіз жазасыз 2022-23 деген сияқты. Келесі bachelor degree GPA, жалпы қанша GPA-мен аяқтағанын жазасыз. Бізде максимум GPA 4 балдық. Яғни 4-тен 3-те 79 жинадым. Scale деген жерге 4 дегенді басасыз. Содан кейін мына жерде транскрипт жүктейсіз. Official transcript, енді grading scale дегенді, яғни бағалар жазылған, оқыған пәндеріңіз жазылғанды таңдайсыз, жүктейсіз. Келесі жерінде сіздің мамандығыңыз қай бағыт бойынша? Мысалы, мына жерден таңдайсыз. Біздің жағдайда бұл химия биология. Химия биология бағыты, және де келесі exchange деген, яғни сіз басқа мемлекетте ауысып оқыдыңыз ба деген жері. Я болса я, жоқ болса жоқ. Я болса тағы да сол оқыған университетіңіз туралы ақпарат толтыру қажет. Енді мына жерге өзіңіздің дипломыңызды транскриптімен бірге жүктейтін боласыз, upload деген жерге. Келесі сіздің жетістіктеріңіз, айналысқан стажировкаларыңыз, тағы да жұмысыңыз деген сияқты ақпараттар жазасыз бұл жерге. Internship бұл стажировка, немесе волонтерство. Full time, яғни толық рабочий деңмен жұмыс жасадым, немесе жартылай жұмыс жасадым деген сияқты. Мына жерде таңдайсыз біреу, мысалы бізде internship, яғни стажировка, қанша уақытқа созылды, бұл 1 жыл 6 ай. Мысалы, сіз өткен практикаңыз болса да, осы интерншипқа таңдап жазсаңыз болады. Қай жерде өттіңіз? Қандай бағыт бойынша? Мысалы, бұл жерде менде бұл жерде teaching деген таңдаймын, және де негізгі ақпараттар жазылып қойсаңыз болады. Не істедіңіз, немен айналыстыңыз деген сияқты. Сосын осылай толтырып add дегенді басып, қосып жаза берсеңіз болады. Және де CV жүктейсіз. Яғни өзіңіздің ағылшын тіліндегі европаспен жазылған резюмеңіз. Келесі бетте мотивационка, яғни мотивациялық хат. Бұл жерде максимум 250 сөз болу керек. Және де мына жерде сіз осы Сапиенс университеті туралы қайдан білдіңіз. Бұл жерде бірнеше сайттар жазылған, және де азы деген таңдадым. Негізі осы университетте оқитын досымнан білдім деген деп жазсаңыз, ол
көбінесе дұрыс болып табылады. Ешқашан Instagram, Facebook деп жазуға болмайды. Келесі рекомендация, яғни бұл жерде сізге рекомендация жазатын кісі туралы ақпарат жазасыз. Мына жерде ол кісінің деңгейі, доктор немесе докторант, сізге профессор, тағы сондай ақпарат, аты жөні, first name, last name, фамилиясы, қай жерде істейді, кім болып істейді, телефон номері және почтасы. Почтасы міндетті түрде дұрыс жазуыңыз қажет, себебі қате жазсаңыз қате кетіп қалады, дұрыс жазу керек. Себебі сол кісінің почтасына ақпарат келеді, сайты келеді, соған сізге application recommendation жазып береді. Мына жерде бізде application fee, яғни сіздің документіңізді қарау үшін сіз қандай да бір ақша төлейтін боласыз. Мына жерде upload деп соның чегін, яғни сіз ақша төлегендігі туралы чекті жүктейсіз. Ең алдымен мына сайтқа, үстінде тұрған сайтты басып кіресіз. Сол жерде өзіңіз туралы тағы да ақпараттарды толтырып, мына жерде 30 евро төлеу қажет екен, яғни 30 евроны төлейсіз. Төлеп болғаннан кейін осы жерді басып, сол чекті осы жерге жүктейтін боласыз. Сосын соңғы беті, бұл жерде бірнеше сұрақтар берілген. Бұл жерде, мына жерде yes, бірінші, екіншісі, мына жерде магистратура тапсырып жатқаннан кейін мен магистратураға 15 жылдық білімім бар деген жерін. Яғни минимум 15 жыл мен білім алдым, және магистратураға тапсыра аламын деген жеріне yes деген басасыз. Одан кейін I am applying on behalf of third party деген жер, мен міндетті түрде no деп жазасыз, себебі мен біреудің атынан тапсырып жатырмын деген сөз. Бұл жерде басқа адам біреудің атынан мүлдем тапсыруға болмайды деген yes деген бас қойсаңыз, сізге бірден отказ келетін болады, себебі ол дұрыс емес болып есептелінеді. Одан кейін мына жерде мен осы университетке тапсыру үшін тек қана бір ғана аккаунтым бар деген жерге yes деп жазасыз, себебі бірнеше аккаунтпен тапсыруға болмайды, тек қана бір аккаунт. Солай, осылай сіз барлығын толтырып болғаннан кейін final admission деген жерді басасыз. Бұл жерде менікі аяқталмай қалды, себебі мен application fee-ді төленбеген. Бірақ та егерде final application бассаңыз, сізге thank you for applying деген сияқты жауап келетін болады. Почтаңызға да келеді. Осылай сіз Сапиенс университетіне документіңізді тапсырып, 2 аптадан 2 айға дейін шақыртуыңызды немесе отказды күтетін боласыз. Осы жерге хат келеді, немесе сіз жазған почтаға хат келетін болады. Егер де сіздерге осы видео пайдалы болса, біздің каналға тіркеліп қойыңыздар. Жақында тағы да басқа университеттерге қалай тапсыру керек екендігі туралы көрсететін боламын. Және де тағы да басқа пайдалы ақпараттармен бөлісеміз. Рахмет, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.